Балалар, сендерге мен әрқайсыларына осылай парақты тараттым. Бұл парақта 4 деңгейлі есептер болады. Бірінші деңгей ол бізде бөлу, екінші деңгей түсіну, үшінші деңгей қолдану. Және де төртінші деңгей ол нақты 10 балл. Ол жерде керемет деңгейі. Осыны шығарамыз. Бірінші деңгейді орындап біткеннен кейін, нақты 6 есепті орындап біткеннен кейін қолымызды көтереміз, мен тексеремін. Сосын барып ашық журналға аттарын жазып, мына жерде 6-ға дейін берілген, соған галочка немесе плюс қойып отырамыз. Әр деңгей орындаған сайын плюс қойып отырамыз. Яғни бір-бірлерімен бәсекелесіп бүгін есеп шығарасыңдар. Дұрыс па? Ашық журнал болады галочка. Ат жөнін жаз, сосын бірінші деңгейін ал. Аға, мен болдым. Бірінші деңгей бүкіл бітті ма? Ат жөнін. Оғандар орнатар? Аға, мен болдым. Қолды ғой. Аға, мен болдым. Тез болады. Aynen, siz de durdunuz.